Уақып жөнінде сөз қойғанда міндетті түрде Құнанбай қажының тәкиясын айтып өтпесек болмайды. 1874 жылы Қазақ даласынан орта жүз және кіші жүз қажылары жолға шығып, Аңдамас қажы, Досжан Хазірет, Жаппас Мырқа қажы, Құнанбай қажылар бәрі қажылыққа жолға шыққан уақытта Арафаға үлгере алмай қалып, келесі жылы қажылықты күтіп қалады. Сөйтіп 2 жыл Меккеде қалған уақытта олар тәкия тұрғызған екен. 1900 және сол тәкияға Қазақбай деген кісіні шырақшы қойып кетеді. 1905 жылы Шәкәрім қажылыққа барған уақытта, Шәкәрім қажы қажылыққа барған уақытта сол бабасының тәкиясын іздеп барса, маңдайында Досжан Хазірет тәкиясы деп жазылып тұрғанын көреді. Сол жерде шырақшы болып жүрген жаңа Қазақбай қажының күйеу баласы Сұлтаннан сұрайды: неліктен менің бабам ат жазылма деп? Ол айтады: ертең Меккенің әкіміне барайық, оны құжаттардан қарап көрейік деген уақытта түнде керуен басшылар, ақалақшылар Мединеге жолға шығамыз деп, сонда қазақ, қырғыз һәм қандар шежіресі кітабында Шәкәрім қажы жазады: менің бабам қаражатым бітіп, осы Досжан Хазірет аяқтасын деп тапсырған едім деп айтқан есіне түсіріп жазып кетеді. Бұның сыртында бұл тәкиелер, Меккедегі тәкиелер жөнінде, Мединедегі тәкиелер жөнінде сөз қозғасақ, 1913 жылы Қазақ газетінде жарық көрген Дүйсенғали Алайсани деген атпен Мединеде оқып жатқан шәкірттердің хаты, Мәдина хаты деген, сонда 30-ға жуық шәкірт оқып жатырмыз. Бұл жерде 6 тәкия бар. Бірақ солардың бәрі қазақтардың емес, басқа ишандарға, басқа пірлерімізге деп тапсырдық деп соларға тапсырып жүрген. Қазақтың атында тек Мырқы, Жаппас Мырқа қажының ғана тәкиясы тұр деп жазады. Яғни Меккедегімен қосқанда 7 тәкия болғаны анық. Бірақ осылардың бәрі құжаттары қазір табылып жатса, біздің Қазақстанның бір тәкиясы тұрар еді сол жерде, Алла қаласа. Сол құжаттар табылуға жазсын. Сонда жаңа онымен қоссам 1914 жылы тағы да Дүйсенғали Алайсани хат жазады: Мәдинада медресе керек пе деп. Яғни қазақ қажылары сол Мединеде медресе тұрғызамын деген бастама көтерген екен. Бұл әлбетте сонда хатта жазады: Османиядағы сияқты бір шағын медресені тұрғызу үшін кем дегенде 15 мың сом керек. Ал қазір жиналған 1,5 мың ғана сом ақша. Яғни қазақ даласында пәленше деген кісілер сол жинап жатқандарын тоқтатсын. Бұл Мединеде медресе ұстауға біздің ұстазын ұстау керек, оның қаражатын ұстау керек, оның бәріне қаражат жиналмай жатыр, жинауы да қиын, және ұстап тұра алмаймыз деп соны көтереді. Яғни уақытта жасауға біздің ата-бабаларымыз қандай да бір уақыт деген өздеріңіз білесіздер, сауапты, артымыздан үзілмейтін садақалар, мешіт, медресе, жетімдер үйі, қонақ үйлер, жаңағыдай тәкиялар, көпір, бұлақ, су